қайырлы күн, менің сүйікті де сүйкімді көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жаздық осындай баклажаннан салат дайындайтын боламыз. Бұл салат өте жеңіл, майға қуырылмайды. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші біз баклажандарымызды осындай үлкен бөліктерге бөліп аламыз. Мінекей. Енді сосын үйіңізде бар кез келген дәмдеуішті қосамыз. Ең бірінші тұзды, бірақ тұзды міндетті жоғысы керек. Бұрыш, сосын паприка қосамын. Сосын мынандай зәйтүн майын қосамын. Сізде де зәйтүн майы жоқ болатын болса, жай сұйық майды да қоса берсеңіздер болады. Араластырамын. Енді баклажандарымызды пісіріп алатын боламыз. Қара шеттерін астына қаратып қоямыз. Мен противеннің астын майлап алдым. Енді жоғарғы градуста қызып тұрған пеште 5-10 минуттай пісіріп аламыз. Біздің жағдайда бұл 320 градус. Достар, мен баклажан турағандай помидорды тура осылай турап алдым. Енді оның үстіне піскен баклажандарымызды да қосамыз. Үстіне чеснок қосамыз. Чесноктың орнына сіздер пияз қоссаңыздар да болады. Үстіне енді кинза қосамыз. Егер майы аз десеңіздер, май қосуға да болады үстінен тағы да. Фантазияларыңызға қарай. Енді араластырамыз. Мінекей достар, аз уақытта осындай дәмді салат жасап шығардық. Желініп кетуі де тез, жасалуы да өте оңай. Майға салып, шашыратып, қуырып жатпайсыздар, пешке пісіре саласыздар. Өте оңай, өте дәмді салат. Именно осы баклажан салатын сіздерге жазда жеп алуға кеңес беремін. Себебі қыста сіздер бұл салатты аңсайтындарыңызға сенімдімін. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырау басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше астан болсын. Сау болыңыздар.